Асан мен Үсен, Әлия мен Әсия отбасын құрған егіздер. Биыл олардың шаңырақ көтергендеріне 5 жыл толады. Егіз қызды жарғылған егіздерді ортаға шақырмас бұрын олар жайлы дайындалған бейнесюжетті көріп алайық. Қазығұрттың қос аруы Әлия мен Әсия бүгінде тату абысынға айналған. Жұбайларымен 2020 жылы әлеуметтік желі арқылы танысыпты. 6 ай қашықтықтан сөйлесіп, бар жоғы 3 кездесуден соң тұрмыс құрған. Сіңарымнан бұрын бірінші мен танысқан әлі. Сөйтіп мен сіңарым айттым, осындай екі жігітпен таныстым деп. Кейін ол күйеуім айтты маған, сөйлесіп жүрген кезде бір аптадай болып қалған еді сөйлескенімізге. Сөйтіп ол айтты маған, менің егізім бар, сіңарыммен таныстырайық, сенің егізің бар дегенде ше. Мамасы бұрыннан егіз келін қалайтынын айтты. Сөйтіп танысып осындай егіз. 3 рет кездесу болған. Өзіміз бірінші рет кездестік. Екіншісінде тәтті шай, үшіншісінде ұзату болып кеткен. Олардың егіз күйеулері Асан мен Үсен, жастары 28-де. Бала кезінен бірдей киініп, бірдей жүріп тұруды ұнатқан. Сол себепті болар сыңары бар бикештерді жар етіп алуды мақсат етіпті. Жар таңдауда талғамы бірдей болғанымен өмірге деген көзқарасы әртүрлі екен. Ол кісі Қарағандыда оқыған, металлург мамандығына. Ал мен дәрігерге түстім. Екеуміз екі түрлі бағытта кеттік. Екеуміз қатты ұқсайтындай. Көбінесе ол ауырады маған қарағанда, мысалы, егізі бір-бірін сізет, ауырған соң екіншісі ауырады дейді ғой. Мен мүлдем ауырған емеспін. Именно мен үшін ауыратын сияқты сол. Мен ауырым бәрін соған өтіп кеткен ба? Қазіргі таңда қос жұп Астана қаласында бірге тұрады. Әр қайсысының 2 ұлы бар. Балалары ата-анасын шатастырып алмай ма? Танысу кезінде қандай қызықты жағдайлар болды? Көреміз. Ендеше арнайы Астана қаласынан келген Асан мен Үсен және Әсия мен Әлияны ду қол қошеметпен ортаға шақырайық. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Екі бөлек отырғызбасақ шатастырып алатын сияқтымыз қазір. Енді жақынырақ танысайық. Мен Асан, сыңарым Үсен. Үсен. Қызды кені Әсия. Әлия. Әсия. Қалай қосыла қалғансыздар, иә? Үлкен кіші-кішісіне. Тура пар-пармен қосылыпсыздар, иә? Қай жақтың тумасысыздар? Қазығұрттаудан, оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрттаудан. Негізі ойладыңыздар ма осылай егіздің сыңарына үйленем деп жігіттер? Бала кезден анамның арманы болатын. Сосын бізге де ойымызға келді, егіз қызға үйленсек қалай болады деген, жақсы емес пе деген. Сосын соңынан сонда әлеуметтік желіде сіздер арнайы егіз қыздарды іздеген болып жүрсіздер ғой, иә? Ойда болды жай ғана. Сосын Қарағанды оқып жүрген кезде сыңарым Әсиямен танысқан екен. Біріншісіздер. Контакт арқылы танысқан болатынбыз ол кезде. Неше жыл бұрын? 2019 жылы танысқанбыз, 2020 жылы жаз айында үйленгенбіз. Контактте шамамен 7-8 ай сөйлестік. Сосын сіз дистанционный ағаңызды таныстырасыз, ұсыныс айтасыз. Танысқан кезде сыңары бар екенін ВК-дан суреті болады, общий фотолар, сол кезде көріп, сосын сыңарының несін контактісін алып берген болатын. Сосын екеуміз таныстық, сол екеуміз сөйлестік. Біз Қарағандыда оқып жүрген болатынбыз, екеуміз, бұлар Сарыағашта оқитын, колледжде оқыған. Дистанционный 6-7 ай сөйлестік, одан кейін тек жаз айында алғаш рет кездескен болатын. Жарайды, бұл кісілер өздері өз еріктерімен танысып бір-бірін ұнатты. Сіздерде қалай болды? Бірден ұнаттыңыздар ма? Жоқ, бірден емес. Енді біраз сөйлестік. Бұл кісілер 6 ай сөйлесті, бізге 2 айдан кейін олар бізге айтты, біз 4 ай сөйлескенбіз. Сіздер үндемей жүріп, сонда 2 ай өздеріңіз ғана сөйлесіп жүрдіңіздер ма? Жалпы үйленуге ұсынысты кім бірінші жасады? Әрине, біз жасадық ұсынысты. Келісім қыздардан болды. Қайсыларыңыз бір күнде жасадыңыздар? Екеуміз бір күнде жасадық. Бір күнде ғой?